Сәлем көрермен, менің каналыма қош келдің. Ағылшын аптасының 5-ші күніне қош келдің. Бүгінгі біздің тақырып ағылшын тіліндегі модальді етістіктер. Модальді етістіктер дегеніміз, ол жалпы іс-әрекеттің орындалу мүмкіндігін, жалпы адам мен сол әрекеттің арасындағы байланысты нақтылап көрсететін осы модальді етістіктер. Және солардың ішіндегі бүгін біздер could, should және would дегендерін өтеміз. Солай бастайық. Және видео соңында шағын тест болады, сол арқылы өзіңіздің үйренгеніңізді тексере аласыздар. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Сонымен ең бірінші бізде модальді етістік ол could. Could дегеніміз ол can сөзінің өткен шағындағы формасы. Жалпы can-ға тоқталсақ, кішкене can деген істей алу. Мысалға, I can swim, мен жүзе аламын. Дәл солай could осы can-ның өткен шағы, яғни сіздер айта аласыздар. When I was child, I could swim very well. Яғни мен кішкентай кезімде жақсы жүзе алатын едім. Деп едім, яғни жүзе алатын едім. Сіздердің бұрындағы жасай алатын іс-әрекетіңізді couldпен айта аласыздар. Және осы сөздермен, яғни can you немесе could you деп басталатын сұрақтарды қою арқылы сіздер қазіргі шақтағы осыны істей аласыз ба, маған көмектесе аласыз ба деп сұрай аласыздар. Мысалға, could you open the door, есікті аша аласыз ба, could you help me, маған көмектесе аласыздар ма деп. Яғни басты айырмашылық жаңағы can you мен could you'дің ол could сөзін біздер көбінесе танымайтын адамға, үлкен кісілерге, яғни сыпайылы түрі. Осылай сіздер қазіргі шақтағы істей аласыз ба деп көмек сұрағанда осы could you қолданасыздар. Келесі ол should. Should деген сіз өзіңіздің кеңесіңізді айтқанда, сен осыны істеуің керексің дегенде should'ты қолданасыздар. Мысалға, you should watch this film. Сен осы фильмді көруің керексің. Яғни бұл сіздің міндетіңіз емес, жай ғана кеңесіңіз. Осы кезде should'ты қолданасыздар. Кез келген модальді етістіктің қарама-қарсы мағынасын айтқыңыз келсе, мысалға, мен бұрын істей алмайтын едім, немесе сен осыны істемеуің керексің десеңіздер, онда соңына not'ты қосыңыздар, және қысқартылған түрі couldn't, shouldn't, wouldn't. Және дәл жаңағы сөйлемді you shouldn't watch this film. Сен осы фильмді көрмеуің керексің. Яғни мен саған кеңес ете алмаймын бұл фильмді. Солай үшінші модальді етістік бізде would сөзі, оның қысқартылған дәл осылай жазылады, және I had сөзінің да қысқартылған түрі дәл осылай I'd. Ал қарама-қарсы мағынасы, яғни I wouldn't, I would not. Жалпы. Сонымен would сөзі will сөзінің өткен шақтағы формасы, future in the past деген нәрсе бар, яғни ол өткен шақтағы болашақ. Мысалға, she said that she would come next day. Яғни ол келесі күні келетіні жайлы айтты. Яғни ол сол нәрсені бұрында айтты. Яғни ол өткен шақ. Дегенмен ол болашақ нәрсені айтып тұр. Дәл осы кезінде would сөзін қолданамыз, яғни will'ды қолдамаймыз. Would you like some coffee? Кофе ішкің келеді ма? Would you like? Деп сөйлемді бастасаңыздар, сол нәрсені қалайсың ба? Мүмкін киноға барайық. Дәл сондай ұсыныстарды сыпайылы түрде would you like деп бастаңыздар. Осындай мағынада would қолданады. Ал келесі мағынасы ол қазақ тіліндегі болжалды келер шақтағы етістіктердің мағынасын осы would аша алады. Мысалға, мен бойым ұзын болғанымда баскетболды жақсырақ ойнар едім. Яғни, if I were taller, I would play basketball better. Осы жақтағы would play, яғни ойнар. Осы ар, ері жаңағы бар етістіктер қазақша, солардың бәріне would етістігін қоссаңыздар ағылшын тілінде дәл сол мағына шығады. Яғни I would play, мен ойнар едім. Дәл солай мүмкін емес нәрсеге would сөзін қоссаңыздар, онда ол сіздің қалауыңызды білдіреді. Жалпы осы would сөзінің толық мағынасын түсіну үшін шартты сөйлемдерді өту керек, сол жақта олардың толық мағынасын ашып көрсетіледі. Сонымен осы видеодан алған білімдеріңізді шағын тест арқылы тексерейік. Солай көрермен, ағылшын аптасының 5-ші күні өз мәресіне жетті. Көргендеріңізге үлкен рахмет. Ардыңға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сау! I would say, мен айтар едім. I think I would. Менің ойымша, мен осындай істер едім деп. Яғни ар, ері деген жұрнақтары бар сөйлемдер қазақша дәл солай would. Я? Неге сонымен камера айта алмаймын? Білмеймін, айта алмаймын.